Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін кезекті лекция сабағымыз педагогика және тілдер факультеті, педагогика кафедрасы, Қазақстан тарих пәнінен кезекті лекциямыз қазақ халқының отаршылдыққа қарсы халық азаттық күресі, қазақ мәдениеті 18-20 ғасырдың басында тақырыпта дәріс сабағын өткізіп жатқан тарих ғылымының кандидаты, аға оқытушы Дүйсек Валияш Тойбекқызы. Бүгінгі тақырыпқа сай жоспарымыз бұл Емельян Пугачев көтерілісі, қазақтардың қатысуы, көзге көрінбейтін Көктемір көтерілісі. Жоспар бойынша екінші Сырымда толы басталған кіші жүздің ұлт азаттық қозғалысы, Қаратай мен Арынғазы сұлтандардың қозғалысы 1816 мен 1821 жылы, старшын Жоламан Тіленшеұлының наразылық қозғалысы 1822 мен 24 жылдар арасы. Жоспар бойынша үшінші қазақ халқының ауызша шығармашылығы, Қазақстанды европалық және ресейлік ғалымдардың зерттеуі, Қазақстандағы экспедициялар. Бүгінгі тақырыптың жоспарына сәйкес Емельян Пугачев көтеріліс басшысы. Емельян Пугачев кім? Өзін Ресейдің 3-ші Петр патшасымын деп жариялаған, құпия жағдайда жоғалған патшаның атымен атанып, көтеріліске кіші жүз бен орта жүз қазақтарының бір бөлігі қатысқан. Көтерілістің жалпы сипаты жағынан басыбайлық, феодалдық қоғамға қарсы бас көтерулер болатын тұғын. Басыбайлы шаруа Ресейдің 1861 жылға дейінгі тағдыры іс жүзінде помещиктер мен дворяндардың еркін толық тәуелді болған ауылдық жердің тұрғындар шаруаларын біз басыбайлы шаруалар деп атаймыз. Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі бұл Ресейде 1773 пен 75 жылдар болған шаруалар көтерілісі. Көтеріліс басшысы осы Емельян Пугачев. Кей деректер бойынша 1440-42 жылдар дейді өмірге келген. 75 жылы өмірден өткен кезеңі бұл 7 жылдық, яғни 1756 мен 63 жылдары, одан кейін орыс түрік 1768 пен 74 жылдары соғысқа қатысқан. Әскерден қашып түрмеге түскен, түрмеден қашып шыққаннан кейін жайық орыс қазақтармен байланыс жасап, шекаралық әскерлермен өзін сарай төңкерісінде өлтірілген Петр үшіншімін деп жариялап, астыртын қол жинап, өзінің қатарын осы орыс қазақтармен бірге башқұрт, татар, қазақтар, қалмақтарды бірлескен топ ұйымдастырған. 1773 жылы қыркүйекте оның жасағы Елек, Татишев, Сақмар бекіністерін алады. 5 қазанда көтерілісшілер Орынборды қоршайды. Көтерілісшілердің жалпы саны Емельян Пугачевтің қол астында 25 мыңға жеткен әскери сарбаз, 86 зеңбірегі болды. Ол патша үкіметінің жіберген жазалаушы жасақтарының бірінен кейін бірі талқандап отырды. 1774 жылы көтеріліс оңтүстік Орал, Қазан губерниясының шығыс бөлігінде болды. Батыс Сібір, батыс Қазақстанды да қамтыды. Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Зайник, Кунгур, Красноармейск, Жайық қалашығы сияқты көтерілісшілердің ірі орталықтары болған, бірақ көтерілісшілердің бірыңғай жоспары болмады. Генерал Бибиков бастаған жазалаушы корпус Самара, Күнгір, Бузулук маңына көтерілісшілерге қатты соққы беріп, көтерілісшілер талқандайды. Олар Орал тауына дейін қашып кетеді. Ол жаққа көтерілісшілерді чуваш, мордва, татар, тағы басқа халықтар да қолдаған болатын тұғын. Қозғалыс жалпы Еділ бойының көптеген жерлерін қамтыды. Мәскеу губерниясының шекарасына дейін жетті. Екатерина II көтерілісті басуға 20 мыңға тарта жаяу әскер, атты әскер жұмсады.
көтерілісшілердің көпшілігі осы Царицынға дейінгі жасаған жорықтары сәтсіз аяқталды. Бұл жерлерде Дон казактары мен қалмақтар тарап кетіп, Пугачев Волга сыртына қарай қашып, бірақ көп ұзамай қолға түсіп, 1775 жылы Мәскеуге әкелініп дарға асылды. Көтерілісшілер қатал жазаланды дей келе 1775 жылы жазда көтеріліс толық басылды. Орта жүз, кіші жүз қазақтары қатысқан бұл көтерілістің қазақ халқының Ресей отаршыларына қарсы ұлт азаттық қозғалыстың басталуына үлкен ықпал жасады десек болады. Емельян Пугачевтің көтерілісіне қазақтардың қатысуы, олар біріншіден ұлттық көтерілісте қазақтардың түрткі болған бірнеше негізгі себептері бар. Ол себептері бірінші, мал жайылым жетіспеді, патша қазақтарды Ресейдің қол астына өту қабылдаған кезеңнен бастап шекара шебіне өтуге тыйым салды. Көшпелі қазақ қоғамын отырықшыға үйретемін деп көшіп қонуға да тыйым салды. Оның үстіне Ертіс өзенінің бойындағы шекара шебінің ені 10 шақырымда алқапталып жатқандарға мал жайылуға тыйым салынды. 1771 жылы Еділ жайық арасындағы қалмақтардың үлкен бір бөлігі өздерінің тарихи отандарына, Жоңғарияға қаңырап бос қалған жеріне кетуге көш бетін түзеген болатын. Бұл кезеңде кіші және орта жүз қазақтары патша үкіметінің айдап салуымен осы Жоңғарияға көшіп бара жатқан қалмақтарды тас-талқан етіп, қыруға белсене атсалысты. Қалмақтардың Еділ жайық арасындағы жайлаған жерлері иемденіп қалуға қазақтар толықтай құқығымыз бар деп талап қойды. Бірақ патша үкіметі бұған да құлақ асқан жоқ. Екіншіден, қазақ халқы өздерінің жер аумағының әскери бекіністер салуға тіпті келіскен жоқ. Патша үкіметі өзінің озбырлық саясатында ең бірінші осы шекаралық шепті мықтылау керек деп, шекаралық шепке өте аса көңіл зейін қойып, ол шекаралық шепте талай тарихи оқиғалар болды. Бас ал десең шаш алатын орыс қазақтары қазақ ауылдарына үздіксіз шабуыл жасаумен болды. Шын мәнісінде халықты көп шаршататын тарихи оқиғалар болды. Үшіншіден, патша үкіметі орта жүз емін-еркін малын жайып жүрген жаңа есіл жерін 1752 мен 55 жылдары басып алған болатын. Төртіншіден, патша үкіметі қазақ жерін әскери іздестіру деген сылтаумен қазақ жеріне кіріп, қазақтарды ашық түрде тонаушылық, қарақшылық іс-әрекеттері де болды. Ресейдің Емельян Пугачев бастаған көтерілісіне қатыгез басыбайлық тәртіпке қарсы бағытталған, оған үлкен ынта жігермен, ұмтылыспен күткен Еділ жайық бойындағы башқұрт, татар, қазақтар қатысты. Орта жүз, әсіресе кіші жүз қазақтары патша үкіметінің жер мәселесінің отаршылық саясатына қарсылық танытып, шаруашылық көтеріліс қосылды. Пугачев үндеуінің кіші жүзде таралуы қазақтарды стихиялық түрде көтеріліске тартты. Халық, жасақтар, билеушілері, топтар қол астындағы шоғырлана бастады. Күннен күнге қол астына әскери сарбаздардың саны артты. Патша үкіметі Жайық, Ертіс өзендердің оң жағасындағы шұрайлы жерлерді орыс қазақтарға беріп, қазақтардың бекінісінде орналасқан өңірлерге мал жаюға тыйым салуы халықтың қатты ашу-ызасына түрткі болды. Пугачев болса, езгіден халық бұқарасын жермен қамтамасыз етем деген уәдесі болды. 18 ғасырдың бірінші жартысында Ресей империясы Қазақстанда, әсіресе кіші жүзде отарлық саясатты күннен күнге үдейтті. Орал, Сібір бекіністерін салу, көші-қон дәстүрлі жүйесін нұсқа уақытына келтіру, Ресей үкіметі Жайық, Еділ аралығындағы Ертістің арғы бетіндегі көшіп-қонуға тыйым салу қазақ шаруаларына кері әсер етті. Батыс Қазақстанда тұз иелігін жасап, оның өнімін Жайық
орыс казак әскерлеріне сатып алуға міндеттеу кіші жүздің батыс аймағындағы малшыларының жағдайын ауырлатты. Ресей үкіметі заңсыз әрекетті наразылық білдіретін қазақтардың шағымына ешқандай құлақ аспады. Осындай жағдайлар қазақтардың 1773-75 жылдары Емельян Пугачев бастаған шаруалар көтерілісіне қатысуына себеп болды. Көтеріліс жайында хабар қазақ ауылына тез тарады. Нұралы хан хатшысын Пугачев астыртын жөнделтті. Нұралы ханның өзі Пугачевтің байланыс жасап отырып, бір жағынан Орынбор губерниясының көтерілісшілер отрядының орналасқан жерін бет алысын мәлімдеп, екінші жағынан Пугачевқа қарсы әскери көмек ұсынып, екі жақты саясат ұстады. Қазақтарды көтеріліске қатыстыруға Пугачев үлкен мән берген. Нұралыны түпкілікті өз жағына тарата алмады. Қазақтар тікелей тіл қатуға ұйғарды. Орынборды қоршап тұрған кезеңде олар адамдарды шақырту қағаздарын алып, кіші жүздің ауылдарын аралап жарыс салды. Пугачев оларға жер, су сыйлаймын, дін бостандығын берем деп уәде етті. Екатерина II үкіметіне қарсы бірігіп күресуге шақырды. Орынбор әкімшілігінің мәліметі бойынша Тама, Табын, Жағалбайлы руларының кейбір бөліктері бірінші күннен-ақ Пугачевқа қосылып, орыс бекіністеріне шабуылға аттанды. 1773 жылы 7 қазанда Орынбордан жасалған шабуылға 2000 қазақ қатысты. Үкімет әскеріне көп зиян келтірілді. Беріс, Шеркеш рулары жасақтары Орал шебінің бекіністері гарнизондарына шабуыл жасады. 1774 жылы қаңтарда Овчинников отрядының көтерілісшілері Гурьев, қазіргі Атырау қаласынан алғаннан кейін кіші жүздің батыс жағындағы тұрғындар шаруалар соғысына ықпалы күшейтті. Ресей әкімшілігі мен хандарына қарсы кейбір сұлтандар көтерілісшілерге қосылды. Мысалы, Досалы сұлтан 200-дей адамды қолмен, Сидалы сұлтан, оның баласы, Пугачевқа аманат етіп берілді. Орынбор түбіндегі соғысқа белсене атсалысты. Орынбор қоршауында Елек қорғанысын шабуыл жасап, орта жүз қазақтары араласып, кіші жүз бен орта жүз қазақтары Пугачев армияның материалдық жағынан жәрдем көрсетті. 1774 жылы 10 сәуірде Сақмарда аудандарында ұрыста Пугачевтің негізгі күші ең алғаш рет жеңіліс тапты. Көтерілісшілер армиясының қалған топтары да таулы Башқұрт жеріне ағысты. Оңтүстік Оралға келісімен-ақ көтеріліске қайта қуат бітті. Көтеріліс орталықтары оңтүстік Оралға қарай ығысуына байланысты қазақтардың Сібір қорғанына шабуыл жиілей түсті. Пугачев орта жүз қазақтар жағына тартып, әскері әрі атып алу ниеті үндеу жазып, өкілдер жіберді. 1774 жылы маусымда Сарыторғай маңында орта жүз старшинасы бас қосып, Пугачев үндеуімен келіскендер туралы ұйғарымын айтты. Кіші жүз қазақтары Жайық бекінісіне жиі шабуыл жасап тұрды. Жаңаөзен уезі Еділ жағалауына дейін барды. Қазақтар Пугачев армиясының әскери қимылдарын ұйымдастырған түрде оларды қолдай түсті. Ресей үкіметі әскерлері күшіне қарсы тұра білді. Соғыс қазақ халқының өміріне айтарлықтай әсер етті. Ресей үкіметі болашақтағы отаршылдық саясатына қарсы күресінің негізі қаланды. Шаруалар соғыстың қарсаңында кіші жүз бен орта жүз қазақтарының көшіп қонып жүрген аймақтары, ол кіші жүз жері Сырдарияның өзенінің төменгі сағасынан басталып, Жайық, Тобыл өзеніне созылып жатып, шекарасы шығысында орта жүз, оңтүстікте ұлы жүз және орта Азия хандықтарымен көршілес болды. Ал орта жүз Тобыл, Ертіс, Есіл өзендерінің жоғарғы аудандары Найман, Қыпшақ, Арған, Қоңырат, Керей руларының қатысуымен болды. Қазақтар ата қонысынан айырылғысы келмеді. Пугачев бастаған көтерілістің себептерін айтып өттік. Себептерінің барлығы бұл мал жайылым жетіспеулігі, Жайық өзенінің жағалауындағы жерлерді қазақтарға пайдалануға тыйым салынуы,
екіншіден қазақтар өздерінің жер аумағының әскери бекініс салуға тіпті келіспеуі, үшінші патша үкіметі 1752-55 жылдары орта жүз қазақтарының емін-еркін көшіп қонуына, жаңа есіл аймағына басып алды. Төртіншіден патша үкіметі барымташылық ұстау, яғни әскери іздестіру деген сылтаумен қазақ ауылына әскери жіберіп, тонаушылық, қарақшылық, шындыққа келетін болсақ, қазақ ауылдарын кәдімгідей ашықтан ашық талан-таражға салып, жымысқы тәсілі болып, яғни тонаушылық, қарақшылық іс-әрекеті ашық жүрді. Жердің жетіспеуі 18 ғасырдың 50-ші жылдарда қазақ шаруаларының жайылым үшін күреске шығуына өздері итермеледі. Қазақ шаруалары жер мәселесі бойынша да Нұралы патша үкіметке 1742 жылы 19 қазанға енгізілген жерді пайдалану шектеу тәртібін жоюды талап етіп хат жазған. Бірақ патша үкіметі бұл жарлыққа 1748 жыл тұрғын үйлер, хуторлар орыс қазақтарға арнап салынды деді. Патша үкіметі орыс қазақтардың жағдайын жасап, Ресейдің оңтүстік шекараларын кеңейтуді, яғни қазақ даласын басып алуды сонау кезеңде көздегені көрініп тұр. Патша үкіметінің Орынбор губернаторы Неплюевқа ұсынған 1747 жылғы 15 мамырда қазақтарды жуасыту, қорқыту іс-әрекеті, яғни әскери тіміскілеу жарлығы ешбір себепсіз қазақ ауылдарына бас салып қырып жоюды бастама болды. 47 жылдың өзінде 31 желтоқсанда екі құпия қаулысына байланысты қазақтарды қорқытып ұстау мақсатында Орынбор губерниясы қазақтардың бір немесе екі ауылын шауып, тірі жан қалдырмады, қырып тастады. Әйел, қарт, балалармен бірге қоса қырды. Медрясовтың басқарған отряд жазықсыз Байпақты руының 5 ауылын тонап, үйір-үйір жылқысын айдап әкетті. Тобыл бекінісінде 1759 жыл шабындықты бүлдірдің деп, Қызыл құрт старшина Жәмбет батыр ауылын 40-тай орыс казак қоршап, халықты қайқу темірмен, найзамен шаншып, оқ жаудырып, ойрандап кетті. Патша үкіметінің орыс казактары осылай басал десең шашал, Қазақстандағы толқулары еш басылмады. Бұл қазақтардың барлығы Емельян Пугачевтің көтерілісінің қатысуға итермелі іс-әрекет болды. Орыс казактар деген кімдер? Олар 15 ғасырдың аяғы мен 16 ғасырдың бас кезінде қашқын шаруалардан құралған еркін казак қауымдары. Патша үкіметі осы орыс казактарды әскери жасақ есебінде территориядағы әскери бекіністердің барлығына осы орыс казактарды қойды. 1773 жылы Емельян Пугачев кіші жүз аумағында құпия болып қайтты. Жайық орыс казактар көп бұрын көмегіне ие боламын деп үміттенді, дей келе ел ішінде ықпалы күшті старшындармен кездесті. Жыл аяғында кіші жүзден 400-дей адам жасақталды. Жасақ құрамында татар, орыс, чуваш, башқұрт, черемистер де болды. Көтерілістердің жетекшісі есебінде құрамында көп ұлтты елдердің болғандығы мәлім. Қазақ руларының ішінде де Емельян Пугачев көтерілісіне қолдау танытқандар аз болмады. Емельян Пугачев 1773 жылы 20 қыркүйекте үндеу жазды. Онда сіздерге сақтық көрсету үшін жария етемін. Ұлы Тәңірі маған билік бере қалса, онда мен сіздердің ешқайсыңызды далаға тастамаймын. Бәріңізге ақыны адал төлеймін. Жерге, суға, шөпке, қаруға, азық-түлікке, өзен суға, нан тұзға, қорғасынға қарқ қылып, бастарыңыздан аяқтарыңызға дейін киіндірем деген. 1773 жылы 20 қыркүйекте манифест қаңытта қазақтарға жер, су жайылымды қайтарып беруге уәде етті. Бұл Бекмаханов, тарихшы Бекмахановтың Көктемір туралы атты кітабіндегі нақты ақпарат. Картаны байқасаңыздар, мынау Емельян Пугачевтің көтерілісі Каспий теңізінен өтіп, мынау шекарадағы шеп, бұл
орта жүз бен кіші жүз қазақ көтерілісінің қатысудағы жер мәселесінің себептері: ұлы жүз халқы көтеріліске қатысқан жоқ, себебі ол шалғай жерде жүргендіктен қатыспады. Бұл Қазақстанның батыс және солтүстік бөліктері қатысты. Кіші жүздердің көтеріліске қатысуы бұл 1773 пен 76 жылдары, яғни қыркүйек пен ақпан айларында қазақтар Пугачев көтерілісінің атты әскерлер құрамына кірді. Онда құралған жасақ командирі осы Андрей Овчинниковтың Жайық орыс казак атты әскер полкында болды. Қазақтар шекара шебінен кесіп өтіп, Еділ бойындағы бекіністерге шабуыл жасап, қазақ жасақтары мынау Царицын, Астрахан түбіне дейін барған. Қазақ руларының бір тобы Пугачевтың көтерілісін қолдау мәселесі Ералы, Досалы, Айшуақ, Сейдалы сұлтандар да көтерілісшілер жағына шықты. Қазақтың ұсақ бекіністерімен қатар ірі қамалдарында шабуыл жасауға белсене ат салысты. Жайық, Гурьев, Орск, Саратов, Пенза қамалдары еді. Қазақтардың атты әскерлері көзді ашып жұмғанша тардай шашылып алысқа барған дұшпандарды қайра соққы берді. Қайта шоғырланған қою тәсілді шебер пайдаланды. Жайық әскери бекініс шебінде де патшаның әскери гарнизондар жағдайында да мүшкіл болған. Соңғы жаңағы жоғарғы әскери басшылық шағын бекіністерді тастап шығуға бұйрық берді. Яғни шабуыл кезеңде осылай жеңіске жетті десек болады. Орынбор түбіндегі шайқастарда да қазақтар қатысты. Онда 1773 жылы қазақтар Орынбор Гурьевке бекініске дейін барды. Қалаға тікелей шабуыл жасап, Досалы сұлтанның 200-дей сарбазы ерекше көзге түсті. Орынборды қоршаған қазақ жасақтары саны жалпы 6000-ға жуық болды. Қатысқан рулар Байпақты, Шекті, Табын рулары. 1774 жылы Орынбор қаласын аштық басталды. Қала тұрғындарының халі қиын болды. Халықтың ашыққан соншалықты жылқының тағалаған кезеңде түскен мүйізді теріні теріп, мал терісін қайнатып азық етті. Орта жүз қазақтарының өзі 3 кезеңге бөлінді. Орта жүз Есіл, Тобыл өзендерінің жоғарғы ағысы көшіп қонып жүретін қазақтардың жем-шөп, азық-түлікпен қамтамасыз етіп, Абылай хан патша өкімет жасақтарының көмек көрсетуге үзілді-кесілді бас тартқанымен де, Абылай хан өз қол астындағы патша өкіметінің шекара бекіністеріне шабуыл жасап туралы ресми рұқсатта болды. Патша өкіметі жаңа Есіл аймағындағы қазақтарды күштеп қуып шықты. Керей, Қыпшақ, Қанжығалы, Қарауыл, Арғын рулары болатын олар. Орта жүз қазақтары Троицк, Губенская, Орск түбіндегі шайқастарға қатысты. 1774 жыл Алабұға дала бекіністерін басып алуға да ат салысты. Қазақтар жасақтарының жеңістері ол 1770 жыл қараша айында Орынбордың 20 шақырымдай жердегі мынау орыс казак Матвей Маткин өз адамдарымен тұтқынға түсті. Татиш бекінісінде 1500-дей адам тұратын Алшын руының жасағы орыс казак әскері, яғни патша өкіметінің Афанасий Устимов отрядын тас-талқан етті. 1773 жылы елік орыс казак Василий Кузьмин отрядын, орыс патшасының отрядын жеңіп, көбі тұтқынға түсті. 1774 жылы тамызда Елек Жайық қалашығында 400-дей қазақ әскері Тасты, Шахан қотырларын талқандады. Сырымдатұлы бастаған Байпақты ру жасақтары көзге түсіп, Еділ бойының орыс казак қотырларына шабуыл жасап, қырып жойып, Молдаван полк гусарларын тас-талқан етті. Осы кезеңде қазақ жасақтары бүкіл көтерілісте ерлік көрсетіп, өздерінің кім екендігін көрсетті. Қазақ жасақтарын ерлік жасап отырған батырлар бұл Байпақты руының қазақтары Жайық қалашығы мен Бұзұлын бекіністерінде Айдар Есенбаев, Сырым, Қарабатыр, Атағазы Айтқұловтар ерлік көрсетті. Беріш руының жасақтары старшиналары Иқар Итемгенов, Қара Шотан
Құрбанбай қатысты, Кердері руының батыры Жоламан болды, Алаша қазақтары Астрахан, Гурьев қалашық түбінде батыр Баймұрат ерлік көрсетті, Жағалбайлы руынан Орск бекінісіндегі батыр Елтабыр Өміртаев қол бастады, Табын, Тама, Беріш, Шекті рулары Жайық қалашығы мен Бузулук бекіністерінде шайқасты. Бұлар Орынбордың Орск, Самар-Сакмарға дейінгі созылып жатқан Красноярск бекіндегі шайқасқа қатысты. Нұралы хан, оның сарайлық сыбайластары екі жақты бағыт ұстады. Олар Нұралы хан 1000 сарбазбен Жайыққа келгеннен кейін бейтарапқа саясат ұстады. Екінші Екатерина қазақ хан Нұралыға арнайы грамота жіберіп, Пугачевтің сөзіне ермей жақындаспауын талап етті. Алайда соғыстың өршуін өзіне тиімсіз деп қараған Нұралы хан оның сарайлық сыбайластарына екі бағыт ұстауды тапсырды. Соғысты пайдаланып, жер тапшылығын жою, қазақтарға тартып алынған жайылымды қайтару, күннен күнге соғысқа өршелете қатысқан өзіне бағынышты қазақтарды тәуелділікте ұстады. Соғыс жеңіліс тапса, патша өкіметінің алдында ақталуды көздеді. Кейін патша өкіметінің алдында екі-үшті қимылды жуып шаюға тырысқан Нұралы хан кіші жүз қазақтар шаруалар соғысына қатысқан маған бағынбай кетті сұлтандары деп ақталды. Патша өкіметінің толық қолдаған сұлтандар бұл Есіл, Ғали сұлтан, Ұсақ, Шобақ, Айшуақ сұлтандар еді. Ерекшеліктері өте көп болды көтерілістің. Пугачев армиясы Жайық, орыс, қазақ, қалмақ, мынау татар, башқұрт, орыстардың басыбайлы шаруалары қазақтардан құрған көп ұлтты жасақтар болды. 70-75 жылдары Пугачев бастаған көтерілістің ерекшеліктері де орыс шаруашылық, дворяндық, басыбайлық құрылысқа қарсы күресті. Патша өкіметі ұлт арасында алауыздықты өршітуге тырысты, бірақ қазақ халқы өздерін қанаушыларға қарсы күресуге бірге бастады. Пугачев көтерілісі жеңілді. Себебі Ресей Түркиямен соғыс аяқталған соң көтеріліске қарсы аса ірі әскери күш жіберді. 24 жыл тамызда 1774 жыл патша өкіметі әскери жіберіп, Пугачев әскерін Царицын түбегінде жеңді. Патшаға берілген орыс казактар Пугачевті сатқындықпен ұстап берді. Мәскеуде Емельян Пугачев қатаң жазаланып, патша өкіметі қазақтарға қарсы Жайық, Дон, орыс казак гусар, драгон полкі, патшаға жақын тәнімен берілген башқұрт, қалмақ жасақтарын, қазақ ауылдарын қырып жоюға белсене атсалысты. Көтерілістің негізгі ошақтары осы Қазақ даласында болды. Ол Қазақ даласындағы қозғалыс Көктемірдің көзге көрінбейтін қозғалыс деген атаққа ие болды. Көктемір деген осы Емельян Пугачев, ол өлген жоқ, ол қайтып оралады, патша өкіметіне қарсы күресті тоқтатпау керек деген сенімдірулер болды. Алып қашпа әңгімелер Таба, Тәбін руларында арасында кеңінен тарады. Қазақ даласындағы әңгіменің қайдан шыққанын білу үшін жазалаушы әскер жіберіп, толқулар 2 жылға дейін жалғасты. 1776 жыл ғана қазақ даласы тынышталды. Көтерілістің жеңілу себептері өте көп болды. Қазақ жасақтар арасында келісілген жоспар болмады. Пугачев басштабқа байланысты жасап жалпы үйлесілген іс-қимылдар жасалмады. Көтеріліске қатысқандары әртүрлі ұлттар арасында бұрыннан келе жатқан кикілжің бар болды, келіспеушілік көп болды. Патша әскери жақсы қаруланған, патша жақ және жақсы әзірленген болғандықтан қиындықтар өте көп болды. Қазақ сұлтандары істің немен бітетінін аңдып, әліптің артын бақылап отыр десек болады. Пугачевтан кейін патша өкіметі жергілікті басқару жүйесін өзгеріс енгізді. Орынбор өлкесінде қазақтарды басқару үшін шекаралық экспедиция деген құрылды. Орал шебі қайтадан құрылды. 1775 жылы өкімет жарлығымен түркі тіліндегі Жайық өзенінің аты Орал деп өзгертілді. Жайық казактары Орал казактары әскерлері атымен аталды. Пугачев атынан айтуға қатаң тыйым салынды. Орал казактарының саны көбейді.
қазақтарды Орал өзенінің оң жағалауын өтуге тағы да қатаң тыйым салынды. Қазақтар шаруалар көтерілісі онымен тоқтаған жоқ, себебі бүкіл құрамдас бөлігінде Еділ жайық аймағында орыс, башқұрт, қазақ, қалмақ патша үкіметі отаршылық саясатын бірлескен күрестің мүмкіндік айқын көрінісі болды. 1782 жылы кіші жүз қазақтары қыс кезінде Еділ жайық аралығында жалға алу арқылы қыстап шығуға рұқсат берді. Көтеріліс 1783 жылы қазақтардың патша үкіметіне қарсы алғашқы кең көлемде дербес ұлт азаттық көтеріліске шығуына сабақ болды. Сырым Датұлы 1783 пен 1797 жылдар аралығындағы ұлт азаттық патша үкіметіне қарсы орыс патшасының озбырлық саясатына қарсы күрес. Қазақтар шаруалар көтерілісінде қатысу көшпелі халықтың өз тәуелсіздігін қайтадан қалпына келтіру, өз жерін басып алуға жол бермейтінін көрсетті. Емельян Пугачевтің замандастарының сөзіне қарасақ, Пугачев өзінің серіктестерімен бірге көшелерде салтанатпен аралап жүріп, Қарғалы деревнясы, Сейіт Фасад, Петербург, Сахмар қалашығы, Киев, ал өзіне өте қатты ұнаған Бердіні, қазіргі Мәскеуді айтамыз, еске алады. Емельян Пугачев қазақ қалаларының атауын да орыс қалаларының атымен атауды арман тұтқан негізгі түп нұсқасында. Осы көтерілісті зерттеген өте көп тарихшы ғалымдар болды. Бекмаханов, Рязанов, Вяткин, Чулашников, Пушкин сияқты, Рычков, Асфендияров, Нүсіпбеков, Семенюк, Астреп сияқты ғалымдар зерттеді. Сырым Датұлы бастаған көтеріліс. Сырым Датұлы бастаған қазақтардың ұлт азаттық қозғалысы 1783 пен 1797 жылдары. Сырым Датұлы басқару бұл кіші жүз қазақтардың қозғалысы. Емельян Пугачев басқарған көтерілісте де патша үкіметінің кіші жүз қазақтары қолдаған болатын тұғын. Сондықтан да қазақтардың көтеріліске шығуы тіпті кездейсоқ нәрсе емес. Оның себептері өте көп. Біріншіден, шекара шебіндегі уақытша өткен қазақтарға қойылатын талаптың қатаюы, тым күшеюі, қазақты өздерінің елінде өздерін еркін жүруге тыйым салынуы, шекара шебіндегі жаңағы айыптаушылықтың күннен күнге өршуі, малды жайылымға жіберіп, малдың кетіп қалған жағдайы болса, малдың бәрін айдап алып кетті. Екіншіден, Орал қазақтарының басал десе шашалып дала төсінде әскери іздестірулер тоқталмады. Яғни ауыл-ауылдың бәрін қарақшылық, тонаушылық іс-әрекеттер болып жатты. Үшіншіден, Нұралы ханның өз төңірегіндегі беделі жыл өткен сайын төмендеді. Бірте-бірте патша үкіметінің қолында қолшақ бара болды. Нұралы хан Орынболда жыл сайын жалақы алып отырды. Оның тарапынан халық мұң-мұқтажына көңіл бөлмеді. Ханның отбасы, мал жайылымдық өздері ғана пайдаланды. Ал көтеріліске халық кеңінен танымал батыр Сырым Датұлы басқарды. Кіші жүзде 12 ата байұлы бірлестік Байпақты руынан шыққан ірі тұлға. Сырым Датұлы Емельян Пугачев сияқты оның ізбасары есебінде мықты шебер дипломат, әскери қолбасшы, әрі көрнекті ұйымдастырушы есебінде алдыңғы көтерілісте жетекші болып көрсетті. Әрі шешен, әрі би, өзі даңқы асырған, еліне абыройлы азамат етті. Асқан ақылдылығымен, тапқырлығымен бала күнінен ақ бала би деген атқа ие болған Сырым. Сырымның дене күші зор, жеке басы ерлігімен, қайыспас қайсар батырлығымен, ер күшпен таңғалдырылған. Өз замандастары арасында да ат құлағында ойнайтын шабандоздығымен ерекшеленді. 19 ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген ағылшын журналист Болжер былай деп жазған: Сырым батыр жігерлі, терең ойлы, қайратты, батыл, тапқыр, айлалы, ерекше тұлға. Ол халықтың сүйіспеншілігінде бөленген, халық оған табынған дейді. Көтеріліске қарапайым көшпелі халықтар қолдады.
олар бірінші осы Орал шекарасындағы әскери бекіністерден бастады. 1782 жылдың аяқ кезінде патша өкіметінің жарлығы шығып, онда қазақтар Жайықтың оң жағалауындағы жайылымдық жерлерге мал жайылмасын деген орыс қазақтарының жарлық ол мүддені пайдалана қойды. Қазақтар жерін қазақтарға орыстарға жалға беру тыйым салынды. Бұрынғы көшіп келген орыс шаруаларға шұрайлы жей берген еді, орыс шаруалардан өз қазағым жерді жалдамалы алған болатын. Ол жалдамалы жалға алуға, яғни тыйым салынды. Орал шекара шебіндегі бекіністер күшейтілді. Қазақтарға аманат беруге тиісті болды. 1782-83 жылдары бұл қазақтардың 4000-нан астам жылқысын күштеп айдап әкетті. Қыстың өте суық кезеңдегі бұл жағдай одан бері қазақ даласын одан сайын қиындатты. Жұт басталды, аштық басталды. Дала тұрғындарынан 10.000-нан астам жылқы, сиыр қырылып қалды. Қиын қыстау жағдай кіші жүздің шекара шебіндегі таяу ауылдарда қозғалыс басталып кетті. Көп ұзамай азаттық күрес ұласты. 1783 жылы көктем айында қазақтар Орал бекінісінің шебіне шабуыл жасай бастады. Қазақ жасағы Гриляль бекінісі солдаттарын тұтқынға алды, малдарын айдап әкетті. Орынбордың солтүстік шығыс Тама руынан шыққан жазалаушы отряд Башқұрттан 1500 сарбаз жіберіп, қазақ көтерілісін, олардың табандылықпен күресін басуға тайталасты. Тұтқынға 56 адам алды. 1783 жылы қазақтар әскери бекініс сауда керуенін шабуыл жиіледі. Түр-түрден ауыл арасынан қазақтар бекіністерге шабуыл жасап тұрды. Басқа амал жоқ. Сауда-саттық деңгейі құлдырады. Қарағай бекінісін бірден лап қойған шабуыл жасақ көтерілісшілер Орынбор елік қозғалысының екі арасындағы даңғыл жолды бақылау алды. Көтерілісшілер Ор Жаманқала қамалы мен төменгі Орал аймағына дейін қимыл ерекше белсенді болды. 1785 жылы қазақ жасақтары Сырым Датұлының патша өкіметіне қарсы кескілескен шайқасқа түсіп, Сырым Датұлы 2700 сарбазы бар жасақ старшина Барақжан Ұзақұлы 2000, Тіленші батыры 1500 сарбазбен жасақталып, оларға қарсы 3 отряд жасақталып, үлкен қақтығыс болды. 1785 жылы Нұралы хан мен оның төңірегіндегілер араға күресі күшейе түсті. Ханның халық көтерілісін басып шаншып тоқтатуға мұршасы келмеді. Халыққа жексұрын болған хан өзінің халықтың талап еткендіктен де жаңағы Нұралы хан орнынан кетуді талап етті. Нұралы хан 1786 жылы кіші жүзден біржолата қуылды. Патша билігі оны қамқорлыққа алып, оны уақытша Сергей Калмыков бекінісіне жасырынып, одан кейін 1790 жылы Уфаға жер аударып, Нұралы хан ақырында сол Уфада қайтыс болады. Қалыптасқан жағдай патша өкіметіне қарсы кіші жүз қазақтарының бас көтеруі, жаңа түрлері өте көп болды. 1784 жылы Орынбор губерниясының бастығы болып Игельстром келді. Игельстром өзіндік Игельстром саясатын жүргізді. Ол саясат билер кеңесіне, Сырым Батырұлының ықпалына әлсіретуге тырысты. Игельстром реформасы хан реформалар жобасын ұсыну, яғни қайтадан хан неғып, хан басқарады деп, ол сұлтандарға бөліп тастап отыру. Билікті билер кеңесіне беру, Сырым Батырдың ықпалын әлсіретуге тырысты. Игельстром реформасы көп халық онша қолдай қойғанда жоқ. Әлімұлы, Байұлы, Жетіру деп үшке бөліп, оның әрқайсында сот тиісті расправаларды құрайтын, оның құрамында төраға, ақсүйектер тағайындайды деді. Бұл Игельстромның жасаған реформасын ешкім елеген де жоқ. Екінші Екатерина Игельстром реформасын қолдағанмен де көп халық оған аса мән бере қойған жоқ. Яғни Игельстром
реформасы сәтсіздікпен аяқтады десек болады. Елде болып жатқан бұл Игельстромның саясатында хандықты қолдау сұлтандардың ішінде Батыр сұлтан Қайып ханды, Батыр сұлтанның ұлы Қайып ханды хан қылып сайлады. 1786 жылы старшина съезді өтіп, онда шекара сот құруға келісім болып, соттың құрамында 6 ру сайланып, жаңа әкімшілік құрамында Тіленші, Жәнібек, Тілеп сияқты беделі күшті қазақтарды қатыстырды. Ру старшиналарының орнын ығыстырамыз деді. Алайда мұндай сайлау кіші жүзді 3 руында болып өтті. Қалғандары да өтпеді. Сондықтан да сұлтандар қазақ даласындағы расправалар құруға үзілді кесілді қарсы болды. Шекара соттың құрылуы ол старшиналардың өзіндік беделі төмен түсіп, Еділ жайық арасындағы қысқы кезеңдегі мал жайылық көлемін ұлғайтуға рұқсат қана алды. Генерал-губернатордың бұл реформасы жаңағы өзіндік шекаралық тәртібі жер-жерден шапқыншылық жасаған қазақтарды басу мүмкін еместігін көрді. Сырымдатұлы басу мақсатында патша өзіндік ықпалымен шығып кету мақсатында патша үкіметі тіпті ұнаған жоқ. Игельстром реформасы іске аспай қалды. Сырымдатұлы Хиуа хандық қазақтарға қару-жарақ, ат-әскер, азық-түлік көмектесуге уәде берген болатын тұғын. Көтеріліспен жеңіліп қалған жағдайда көшіп қону үшін Хиуа хандығы Сырыммен Сырымдатұлымен өзара сондай келісімге тұрған болатын тұғын. Игельстром реформасы сәтсіздікке аяқталғаннан кейін Сырым батырға прокурор қызмет ұсынылған. Дей келе жаңа жобаны Сырымдатұлы онша қолдай қойған жоқ. 1791 жылы Ералы сұлтан кіші жүздің ханы болып сайланып, қайтыс болғаннан кейін Нұралы ханның ұлы Есім хан болды. 1792 жылы Сырымдатұлы 1000 сарбазымен Елік қорғанысына шабуыл жасап, одан кейін Красноярск бетіне лап қойып шабуыл жасап алмақ болды. Бірақ мықтап нығайтылған бекіністер, жақсы қаруланған қорғаныс көтерілері жоспарын жүзеге асырмады. Қазақ жасақтары 1796 жылы ерекше белсенділік танытып, бұл жылы қыста жұтта мал жаппай қырылып, халықтың жағдайы нашарлап кетті. 1797 жылы Сырымдатұлы жасақтары хан ордасына шабуыл жасады. Есім ханды өлтірді. Бұған жауап ретінде патша үкіметі қазақ даласына жазалаушы отряд жіберді. Бұл отряд көтерілісшілер кездестіре алмады. Бұл отряд себебі елде таққа таласу болып, өзара сұлтандар арасында жаңағы хан тағына таласу болып жатты. Хан кеңесі жұмыс істей бастап, өкімет билігінің қаусап қалған Айшуақ сұлтанның кандидатурасын ұсынады. Шын мәнісінде Айшуақ сұлтан өзі қартайған шағы болатын тұғын. Сырымдатұлы кеңес құрамына сайланбай қалды. Сырдария өзенінен көшіп кетіп, ол Әлімұлы старшинасының қолында хан кеңесінің алдында кіші жүз жағдайын жақсарту жөнінде мәселе қойды. Сырым батыр руаралық барымта Орал қазақтарының қақтығысын тоқтатуға күш салды. 1797 жылы Айшуақ сұлтан болып сайланды, хан болып сайланды. Бірақ Айшуақ қартайған кезеңі 70-тен асып қалған кезең еді. Сырымдатұлы өзінің төңірегіндегі ру старшиналарының қолдауымен Хиуа хандығына көшіп кетіп, халық аузында Сырымдатұлының кейбір мәліметтері 1802 жылы саяси қарсыластар қолынан қаза тапқан делінеді, бірақ ол әлі белгісіз. Арынғазы сұлтан қозғалысы 1816 мен 21 жылы қазақ хандықтарын қайта орнатуға жасаған әрекетінде осы кіші жүз ханы болып сайланған алғашқы күннен бастап Арынғазы хан Қазақстанды Ресейден бөліп алып, дербес қазақ хандығын қайта құру саясатын ұстанады. Бірақ Орта жүз бен кіші жүзді біріктіреді, Орта Азия хандықтарының қолдауымен. Дей келе Орта Азия хандықтарының сұлтан ақсүйектерін көндіріп, халық арасының көп бөлігі қолдайды.
Арынғазының қолдау көрсеткенмен де патша үкіметі 1821 жылы келіссөз жүргізуімен Арынғазыны өзіне Петербургқа шақырып алады. Алдап шақырып алып, оны тұтқындап, сол Калуда ұстап, отаршылыққа езгіге қарсы күрес шежіресінде үлкен орын алатын Арынғазының тарихи әдебиетте жеткіліксіз дәрежеде зерттелмей қалған кезеңдермен әлі де зерттелу үстіндегі Арынғазы сұлтанның сондай бір қозғалыстарын айтуға болады. Қаратай Нұралыұлының қозғалысы, бұл да ұлт азаттық қозғалыстың бірі. Арынғазы Әбілғазыұлы сияқты, Қаратай сұлтан да, Кенесары секілді тұлғалардың бірі патша үкіметіне қарсы шыққан, өзінің ұлт үшін күрескен Қаратай Нұралыұлыны зерттеген көптеген тарихшылар болды. Әсіресе кеңестік тарихнамада да алатын орны өте үлкен. Әсіресе Левшин, Мейер, Крафт, Юдин сияқты орыс ғалымдарының, кеңестік орыс ғалымдарының еңбектерінде Қаратай Нұралыұлының ұлт азаттық күрескен бейнелері көрсетілген. 1920-40 жылдары Досмұхамбетов, Асфендияров сияқтылар қазақтың қоғам қайраткерлері, тарихшылар Қаратаев зерттеулерін жарық көрініп, ол 20 ғасырдың 60 жылдарда Қаратай сұлтан қозғалысы деген еңбек жарыққа шығып, оның авторы Толыбеков, Зиманов, Сабырхановтың еңбектерінде түрлі көрініс алады. Одан кейін Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс. Бұл да азаттық көтеріліс. 1822 мен 25 жылдардағы көтеріліс болып есептеледі. Бұл жаңа елік аймағындағы Табын руының наразылықтан ашық болған көтерілістердің бірі. Орынбор генерал-губернаторы байырғы мал жайылымдық жерді беру жөнінде хатын жолдап, бірақ ол өтініштері қабылдамай, тыйым салу ары қарай ұдайтады. Осы тұста 1822 жылы Табын руының батыры әрі биі осы Жоламан Тіленшіұлы Ресейге қарсы соғыс жариялап, Елек өзенінің бойындағы жерлерді қайтарып алу жөнінде күресіп, сол күресте басшылық етеді. Жоламан батыр атақты Бөгенбай батырдың немересі. Оның 10 ұлы, 2 бауыры бар. Ол батырдың сенімді тірегі осы ашу ызаға булыққан кезеңде Тамалардың Адай руынан шыққан қазақтар да кеп қосылады. Жоламан батырдың қол астында 3000-ға жуық қазақтар болды көтеріліске. Жаңадан құрылған жаңа елек шекараға күшті шабуыл жасап, көтерілісшілер орыс қазақтарының станцияларын қиратып, өз малдарын айдап алып кетеді. Патша үкіметі әкімшілік қазақ ауылдарын шабуыл жасап отыруды тікелей қадағалауды береді дей келе, шабуылды тоқтату мүмкін емес болды. Әрбір шабуыл көтерілісінен кейін осы станцияларға осы бірлескен Жоламан батырдың қол астындағылар қайта-қайта станцияға шабуыл жасап отырды. Қарақұмда терең қойнауында сігіп, бой тасалап кететін, оның өз патшасының жазалаушы әскері көтерілісі құйын ұйымдастыруы қиындатты. Яғни шебер өзіндік тактика қолданып, Жоламан өзінің батыр азаттық көтерілісте қазақтың мен деген ұйымдастырушы, жер үшін, ел үшін жан ашитын батыр есебінде, қолбасшы есебінде өзін көрсете білген ірі тұлға. Жоламан батыр бастаған көтерілісті отаршылыққа қарсы сипаты басым болды. Көтерілістің әр жерде шашыраңқы жүруі оған қатысушылардың санының аздығы жеңіліске ұшырауына себеп болды. Солай бола тұрса да, Кенесары Қасымұлы бастаған қуатты көтерілістің пісіп жетуіне елеулі ықпал жасады. Жалпы осы лекциямыз жақсы, сау болыңыздар.